Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Қайырбек Жасмина Маратқызы. Мен Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның 10-шы сынып оқушысымын. Менің қолымда 30 үздік анықтамалық альбомы. Бұл Мұрат Шоқанның бастамасымен жүзеге асты. Оған еліміздің 17 облысынан дамыған болашағы зор үздік ауылдар кірді. Соның бірі Дайындық ауылы. Кеңес кезінде қирап үйінділердің астында қалған Дайындық ауылдың қазіргі жағдайы көз қызарлық. Дайындық ауылы 30 дамыған керемет ауылдар қатарына жатады. Оның ішінде болашағы зор 14 ауыл кірді. Дайындық ауылы 1929 жылы құрылған. Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайын ауданы, Лесной ауылдық округі құрамындағы ауыл. Аудан орталығы Смирново ауылы. Ол батысқа қарай 21 километрдей жерде орналасқан. Смирново ауылының іргесі 1921 жылы Петропавловск-Көкшетау темір жолын салуға байланысты қаланған екен. Кейін оның маңайында өзге ауылдар бой көтере бастады. Соның бірі Дайындық ауылы. Ал табиғи климаттық ерекшеліктеріне келетін болсақ, орманды өлке, орман көлдермен, таза ауасымен адамды еліктіреді. 1999 жылы жергілікті тұрғындар саны 248 адам, 2009 жылы 182 адамды құраса, қазіргі кезде ауылда 70 үй, 300-ге жуық адам тұрады. Өз ауылының патриоты, елін көркейту үшін көп еңбек сіңірген Біржан Шаймерденов жұмыс орындар құрып, жаңа үйлер салды. Жас мамандарды баспанамен қамтып, ауылшілік жолдарды жөндеді. Туған ауылында бұл жұмыстарды атқаруға 200 миллион теңге бөлінді. Дайындық ауылының көркеюіне ат салысқан Біржан ағамыз жомарттылығымен тәнті қалды. Өзге өңірден көшіп келгендерге кәсіпкер өз есебінен үй салып берді. Біржан Шаймерденов ағамыз қазіргі жастарға үлгі. Ауыл азаматтары өз жерлеріндегі әсем табиғатты сақтап қалуда жұмыс істеуде. Сіздердің алдарыңызда Біржан ағамыздың тағы бір игі ісі. Қарттар жұма күні сыйынсын деп Біржан ағамыз осындай әдемі де көркем мешіт салдырды. Қабырғасы 1967 қаланған мектеп бастан аяқ өзгеріске ұшырады. Жыл сайын оқушылар саны көбейіп келе жатыр. Сонымен қатар балаларға арналып спорт зал, қосымша кабинеттер салынды. Бұл Дайындық ауылының шағын орталығы. Ол 2010 жылы құрылып, 2016 жылдан бастап толыққанды жұмысқа кіріскен. Бұл балабақша 20 орынға арналған, ал қазіргі кезде 12 бала тәрбиеленіп отыр. Жалпы біз қазір көріп отырмыз, ауыл өте әдемі көркейіп келе жатыр. Енді сіздің ойыңызша ауылдың болашағы қандай? Оны не күтіп тұр? Ауылдың болашағы енді ауыл қазір дамып келе жатыр. Экономикалық тұрғыда да ауыл біздің құрылған, мінекей 29 жылы құрылған. Сол 2029 жылға дейін 100 үйге жеткіземіз бе деп отырмыз. Дайындық ауылында халыққа көмек тигізер медициналық пункті де дамуы зор. Емханада күндізгі стационар, ем қабылдау және екпе егу кабинеттері бар. Емхана заманауи техникалық құралдармен жабдықталған. Жергілікті дәрігерлер қалаға шақырту алса да, осы ауылда адамдарға көмектесу менің борышым деп санайды. Ауылдың негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығы. Әр отбасында бірнеше қара малдан бар. Қазіргі шаруашылық қожалығында 2000-ға жуық мал саналады. Асыл тұқымды 600-ге жуық сиырларды кәсіпкер Австриядан арнайы алдыртады. Серіктестік басшысының айтуы бойынша, егін алқабына Еуропаның озық технологиялары жұмылдырылған. Ауыл шаруашылығы аймақты астықпен қамтамасыз етіп отыр. Туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас.
туған өлкеміз әр қашанда қымбат болмақ. Біржан Шаймерденовтың ауылына істеген игі істері қазіргі жас азаматтарға үлгі болмақ. Берілген жоба бойынша ақпараттарды жинақтау барысында менің көз қарасым, отан туралы түсінігім толыққанды өзгерді. Мен өз елімнің маған қаншалықты ыстық екенін түсіндім. Еліме қызмет ету, оны көркейту менің басты құндылығыма айналды. Кеудем толы жырым ағын, жалындаймын жанығамын, мен өзіңе асығамын. Алыстама жасыл бағым, сағынғанда қасыңдамын, әсем ауылым.